Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында лағман жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бірге бастайық. Лағманы үзілмей, оңай жолымен дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар ет, картоп, сәбіз, жуа керек болады. Ең алдымен қызып тұрған майымыздың үстіне етімізді салып қуырып аламыз. Содан соң сәбізіміз бен жуамызды жақсылап қуырып аламыз. Мен лағман жасауға осындай қылып арнайы жасап қойғанмын. Оны да жазда банкаға жауып көрсететін боламын. Немесе ондай жоқ болса, томат, болгар бұрышы салсаңыз болады. Салып жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Содан соң керекті мөлшерде тұзымызды салып қайнатып қоямыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Суымыздың үстіне тұз салып, керекті мөлшерде ұн салып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз қатты болып қалмауы керек. Және орташа болып қамырды жақсылап илеп аламыз. Иімін қандырып, оны жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне картопымызды салып, араластырып, картоп піскенше қайнатамыз. Мен мына жерде қамырды 2 рет илеп, 2 рет тындырып қойдым. Енді қамырдың үстіне майымызды жағып, оны бөлшектерге бөлеміз. Видеодағыдай дәл осылай 3 сантиметрден бөліп шықсаңыз болады. Өзіңіздің жаюыңызға ыңғайластырып кесіп шықсаңыз болады. Енді оны жаятын жерімізге майымызды жағып, дәл осылай орап шығамыз. Дөңгелектеп шығамыз. Созуға дайындаймыз. Табағымыздың үстіне майымызды жағып, барлығын жинақтап аламыз. Барлығын дәл осылай қылып, дөңгелетіп істеп алдым, дайындап алдым. Содан соң қолмен созып, табағымыздың үстіне жинақтасаңыз болады. Жинақтап болған соң, оны тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін май жағып, осылайша пищевой пленкамен жауып қоямыз. Жарты сағатқа тындырып қоямыз. Жарты сағат өткен соң осылай алып, тағы да қолмен жайып шығамыз. Созып тартып шықсаңыз болады. Өйткені қамыр
көп уақыт тұрғандықтан қамырымыз үзілмейді. Және де қамырымыздың илеуіне байланысты сіз көптеу илесеңіз қамыр үзілмейтін болады. Дәл осылай қолымен жайып шығамыз. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Енді қолымен созып жібереміз. Сосын алдыңғы жасағандарымызды алып, осылай қолымен созып, қолымызға орап, ыңғайластырып орап аламыз. Содан соң бір-екі рет ұрып жіберсеңіз, осылай жұп-жұқа лағман дайын болады. Енді оны қайнап тұрған суымыздың үстіне болатындай етіп тұз салып, осылай пісіріп аламыз. Қатты қайнап тұру керек. Қайнап тұрған соң оны бір-бірінен белкамен, шанышқымен ажыратып жібереміз. Әйтпесе жабысып қалады. Енді келесілерін осылай барлығын осылай дайындап аламыз. Қамыр 4 минут қайнаса жеткілікті. 4 минутта қамырымыз піседі. Бұны қамырымыздың қалай піскенін білу үшін осылай қамырымыз піскен соң осылай үстіне қалқып шығады. Содан соң сүзіп аламыз. Сүзіп алған соң кішкене суығаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып қолымен араластырамыз. Міне бізде осылайша әдемі лағман болып шықты. Енді лағманның созылуы жайлы сіздің өзіңіздің қамырыңызға байланысты, және де қамырыңыз қанша уақыт көп тұрса, осылай үзілмей жақсы жайылатын болады. Міне біздің сорпамыз да, лағманымыз да дайын болды. Енді осылай дастарханымызға тартып, қонақтарға ұялмай тарта берсеңіз болады. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет.